Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Айматока. Бүгін менде жаңа видео шықты, яғни бұл ашық сабақтың екінші сериясы, яғни соңғы сериал. Достар, ұнаса тіркеліп лайк басып кеттіңіздер, ал мен киномды бастайын. Финал. Класс түгел ма? Ой, мыналар әлі жоқ екен ғой бір. Мен шынымды айтсам, классқа кіруге қатты қорқып тұрмын. О, сәлем қыздар, не істеп жүрсіңдер? Сабаққа бара жатқанбыз. Я, бізде бара жатқанбыз. Онда бірге кірейік. Не болды, ұялып тұрсың ғой? Просто апайдан ұялып тұрдың ба қатты? Іздетіп көрейік. Я. Кірсеңдерші, болсаңдаршы. Саламат, кешіріңіз апай. Тастаңдар ана жаққа сумкаларыңды. Саламат апай. Бол, десе бірсіңдер. Жаттадың ба? Я, апай, жаттап алдым. Сап қой енді ананы. Тасташы анау сумкаңды. Саламат апай, саламат бір. Жаттадың ба? Я, апай, жаттап қойдым. Енді тығана немді жазғаныңды. Таста ана сумкаңды. Саламат апай. Әғзе, тастана қалпағыңды. Есту тұрасың ба енді? Я, апай, тастай. Ойбай, келеміз, жатады. Жоқ қой, әлі оқырсын. Саламатсыңдар ма? Ой, балды тұрыңдар. Саламатсыз апай, саламатсыз апай. Так. Қалайсыңдар балалар? Жақсысыңдар ма? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы апай. Жақсы. Мені бізден бірінші сұрап жатыр ғой. Отыршы. Балалар, тынышталамыз. Бізге апай келіп тұр. Бүгін біз ашық сабақ, яғни маңызды нәрсе өтіп жатырмыз ғой. Соған байланысты сөйлемейміз балалар. Балалар, бірінші танысып алайық. Айта ғой сен бірінші. Ой. Менің есімім Орынбаева Зарина. Жақсы. Екіншісі. Менікі Мұрат ұлы Ілияс. Аха, міне сен ұлы айта ғой. Менікі Жалғасбай Дияр. Тиотсың, жаттап алмайсың бұл есіміңді. Не, қандай шу, мен түсінбедім. Апа ешқандай шу емес, айта ғой. Алагенова Фатима. Жақсы. Балалар, бүгін біз сергіту сәтін өтеміз. Мен сендерге конфетті күнде алып келуден мүлде жалықпаймын. Конфетті бірінші әкеліп тұрған шығар. Балалар, тынышталамыз деймін. Ал бірінші мен конфетті Диярға беремін. Мен Диярға тілек айтайын. Дияр, сен менің өте сүйкімді де сүйкімді оқушымсың. Сен сабақты 5-ке оқуың керексің. Соған байланысты мен саған тілегім болсын деп конфет беремін. Ал сен маған тілек айта ғой. Сіз менің жақсы да апайым болған ризамын. Несіге де. Жақсы балалар. Ал конфетті барлықтарыңа таратып берейін. Қазір балалар күте тұрыңдар. Дияр, оқи ғой. Дияр, зат есімнің сұрақтары қандай? Зат есімнің сұрақтарды не істеді, не қылды, қайтты? Жақсы.
кішкене енді ұят болып қалмасын. Бізді жиналысқа шақырып жатыр еді, өтінем соған барып келсек бола ма? Ашық сабақты кейінге қалдырсақ. Иә, бара беріңіздер. Жақсы, сау болыңдар, балалар. Сен бала не ықпық деп отырсың? Не істеді, не қылды деп? Кім не деген ғой ана жерде? Анапай деген. Біледі ғой бәрін. Ой, бір сенде. Әкелдер конфеттерді, жинап беріңдер. Сендер ол конфеттерге лайықты емессіңдер. Әкел қыз. Әкел, дияр. Не ыржыңдап отырсың сен бала жаңа? Не ыржыңдап отырсың, әкел. Қайта Құдай сақтап қалған шығар, мен аналар деген директорге деген. Мен Құдай сақтап қанша ананы директорге шақырған жиналыс болған ба? Ой, бір сендерді бір дұрыстап өткізе алмайсыңдар ғой. Сендерге ашық сабақ деген сөз шығын ғой, шығын, білесіңдер ма? Жаға деген шақырмағанда жиналысқа. Мен жұмыстан шығып жатыр едім. Шығып жатады шығарып. Жаттамайсыңдар ма дұрыстап? Сен не ықпық деп отырсың, а? Мен саған сөйтіп жаттадым. Кеше ғана сендер сайрап тұр едіңдер, ол класс. Не болды сендерге бүгін? Кеше ғана сайрап тұр едіңдер ғой. Не болды бүгін сендерге?